Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз 9-шы тақырып, яғни 9-шы тапсырма. Бұл тапсырмада академиялық мәтіннің құрылымы, оның гипотезалары, жалпы академиялық мәтіннің өзектілігі, академиялық мәтіннің құрылымы қалай жасалу керек, неден құрылады, қандай өзгешеліктер бар, ерекшеліктері немен байланысты болады деген сұрақтар көлемінде біз сіздерменен бүгінгі тақырыбымызды жалғастырамыз. Өткен сабағымызда біз библиографиялық көрсеткіштерді, сосын дәйектемелік сөздерді қалай пайдалану керектігі жайында ақпаратты бердік, және соларға байланысты талдаулар жұмыста жүргізген едік. Енді бүгінгі сабағымыздың өзінде сіздермен мектеп кезінен таныс, әрине ғылыми талдаулар жасап жүрген кездеріңізде, жобалар қорғап жүрген кездеріңізде осы тақырыптарды пайдаланып деректі материалдарды жасаған болатынсыздар. Қазір мынаған назар аударыңыздар. Яғни академиялық мәтіннің құрылымы біздің зерттеу жұмысымыздың нағыз маңызды элементі болып табылатындығы. Яғни сіз өзіңіздің зерттеу жұмысыңыздың өзектілігін, қандай ғылыми жаңалығы бар екенін, практикалық қандай мәннен тұратындығы, қандай мақсатта, қандай міндетті сіз орындап отырсыз, және сіздің орындап отырған мәтініңіздің негізгі гипотезасы, басты тезисін ашып тұр ма, жоқ па, сонан кейін ол зерттеу пәнінің қандай негізін құрайды, сосын зерттеудің эмпирикалық базасы және олардың зерттеу әдістері туралы осы сабағымызда қазір түсінік аласыздар. Яғни кез келген зерттеудің басында біз айтқан едік, біз негізі бастапқыда ғылыми зерттеудің тақырыбын құрып алуымыз керек дедік. Осы тұрғыда зерттеу тақырыбы қалай құрылу керек деген сұрақ бұл жерде зерттеудің барлық жолын беретін сіздің алып отырған ғылыми тақырыбыңыз. Оқырманға бірден оқылған кезде, бірден естілген кезде, көз шалған уақытта сіздің алып отырған, болмаса қорғап отырған тақырыбыңыздың негізі мәні туралы бірден тыңдаушы қабылдап алу керек. Одан кейін қабылдап алған кезде қорғау барысында сіздің тақырыбыңыздың мазмұны сіз айтып отырған тақырыпты аша алды ма деген сұраққа жауап беру керек. Яғни тақырыптың құрылымы арқылы сіздің зерттеу сұрағыңыз ашылады. Өткен сабағымызда да біз осыны қайталап айтқан едік. Қазір де нықтап қайталап айтуға тура келіп тұр. Өйткені мәтіннің құрылымы ең бірінші сіз таңдап алған тақырыптан басталады. Яғни тақырыпты құрған кезде бірінші тақырыптан кейін, мысалы, қос нүкте қойып, сосын зерттеу сұрағын құрастырып жазу керек. Мысалы, мынаған мән беріңіздер. Мысалы, ұлттық кодта қос нүкте Абай шығармалары сөйлейді деген тақырып. Енді осындай өздеріңіз бірнеше тақырып құрастырып көріңіздерші қазір. Құрастырсаңыздар, оқырман аудиториясы бірден сіз құрастырған тақырыптың негізгі аспектісі тауып, ондағы ғылыми сұрақтардың маңызына көз жүгірте бастайды. Сөйтіп, сіздің жазып отырған автор нені зерттеп отыр, қандай бағытта жұмыс жүргізіп отырғандығы бірден тыңдаушыға да үлкен әсер қалдыратыны анық. Осы тұрғыда, мысалы, тақырыптардың өзі күрделі де болып келеді, кейде түсініксіз болып келіп жатады, кейде қиын да болып келіп жатады. Сондықтан да сол тақырыпты қиын қылатын да, құрайтынды да сол автордың өзі. Мысалы, мынандай тақырыпты қарайық. Монистикалық тарихқа көзқарастың дамуы дейді. Әрине, бір естігенде құлаққа
былайша айтқан кезде ауыр естіледі. Монистикалық тарихқа көзқарастың дамуы дейді. Мен не жазам, бұндай тақырыпқа қалай баруым керек деген сұрақтар қойылып кетеді. Кейде мынандай тақырыптар болады, қызықты, сосын мәнерлі, бір жағынан күлкілі тақырыптарды да таңдап жатады. Бірақ ол да ғылыми зерттеу тақырыбы, ғылыми теориялық тақырыпқа жатады. Мынандай мысалдарға назар аударып көріңіз. Мысалы, қосарлы қайталану етістік арқылы жасалатын мынандай тақырыптар. Сөйлей жағы талды. Яғни қос нүкте, қосарлама қос сөздердің конструкциясы деп аталады. Қараңыздаршы, яғни зерттеушінің сөйлей жағы талды дейтін болса, сол бір қайталанып келетін етістіктерге мән беріп, сол етістіктердің айтылу барысындағы конструкциясын анықтайды. Яғни сөйлем құрылымының грамматикалық құрылымы болсын, соларды зерттеуге тырысады. Bir жағынан қарап отырсаң, құлаққа жағымды, бірақ күлкілі, одан кейін зерттеуге қызық тақырыптар болып келеді. Енді біреуі егеулі найза қолға алмай, қос нүкте, Махамбет жырындағы батырлық бейнесі, Махамбеттің батырлығы дейді. Енді осы жерде жеңіл тақырып, бір жағынан ауыр тақырып дейді, екінші жағынан біздің сұрағымыз болса, берілген тақырыбымыз болса, мысалы қарар, егеулі найза қолға алмай тақырып болып тұр да, қос нүкте қойылғаннан кейін беретін зерттейтін сұрағыңыз жазылып тұр. Осыған мән беруіміз керек. Демек, ертең біз тақырыптарды құрастырған кезде де осылай тақырыпты құрастыруымыз керек екен ғой деген ой туындайды сіздерде. Тағы бір сұрақты, мысалы, егер бір зерттеушілердің, ақын жазушылардың поэтикасынан, болмаса шығармалардан алатын болса, міндетті түрде жақшаның ішіндегі авторды көрсетіп кету керек. Мысалы, мына бір аудармадағы жаңағы тақырыпқа мән берсек, мысалы, ішкі балық нүкте, біздің заманымызға дейінгі адам баласының дене құрылысының тарихы дейді. Жақша ішінде Н нүкте Шубин бойынша. Көрдіңіз ба? Бұл да осылай тақырып қоюға болады екен. Тақырыптың сонда біз тақырып қойылудың 3 түрін, 4 түрін қарастырдық. Енді бұл тақырыптардың мазмұны қызықты болғаны мен кейбір тақырыптар қызықты болып тұрып, кейбір қызықты болмай тұрып та, сіздің мазмұныңыз сол сіздің сұрағыңызды, яғни сіздің ойыңызды ашу керек дейді. Міне, бұл жерде бұл тақырып туралы айтылған, тақырыпты қалай құру керек, оның құрылымы және құрылысы қалай болу керек дегенге осы бір 4 мысал арқылы дәлелдеп өттік. Енді мына нәрсеге мән беруіміз керек. Жалпы біз айтамыз, біздің зерттеп отырған тақырыбымыздың пәні қандай, оның зерттеу аймағы қандай деген сұрақтарға кейде біз жауап бере алмай жатамыз. Сондықтан да сіздер зерттеу барысында оның пәнін, сосын негізгі сұрақтың аймағын анықтап алу қажетті. Осы тұрғыда, мысалы, мына бір сөйлемдерді көрсеңіздер болады. Мысалы, жастарды жұмыспен қамту. Жастарды жұмыспен қамту бұл пәні болып тұр. Ал енді оның аймағы жастардың әлеуметтік саяси жағдайы туралы болып тұр. Яғни жағдайы туралы берілетін болса, ол аймақ болады да, не болсын болса, не деген сұраққа жауап берсе, онда ол пәні болып тұр. Енді кез келген зерттеуді біз эмпирикалық база арқылы анықтаймыз. Мысалы, эмпирикалық база дегеніміз бұл сіздің зерттеу кезіңіздегі жасалатын бүкіл фактілер, сіздің ізденісіңіз. Жаңағы гипотеза деп отырғанымыз зерттеу жұмысының жалпы нобайы. Яғни, мына нәрсеге мән бергеніміз абзал. Біздің зерттеу жұмысымыздың жалпы нобайы, гипотезасы қандай деген сұрақтарға жауап іздейміз. Яғни,
зерттеу жұмысымыздың гипотезасына келу үшін біз алдымен неден қашуымыз керек деген сұраққа жауап беруіміз керек. Яғни, неден қашу керек дейтін болсақ, 3 түрлі жағдаяттан қашу керек екен. Мысалы, тақырыпты өте кең алмау керек дейді. Егер сіз тақырыпты өте кең алсаңыз, онда сіз зерттеп отырған тақырыбыңыздың былайша айтқан кезде ішіне сүңгіп, ол қайсы жаңалық, қайсы гипотеза, қайсы мақсаты екендігін таба алмай дал болып қаласыз. Сондықтан да тақырыпты өте кең ауқымды алмау керек. Оның тар, яғни тар мағынасында көрсететін жолын айқындап алу қажеттігі туындайды. Осы тұрғыда, мысалы, екінші неден қашуымыз керек деген кезде, біз айтып отырған тақырыбыңызды алдымен түсініп алуыңыз керек дейміз. Егер біз түсінбеген жағдайда, сіз не туралы екендігін анықтай алмай қаласыз. Сондықтан да не туралы жазатындығыңызды жоспарменен мазмұнға сәйкестендіріп құрып алу керек. Яғни, не жазып отырғаннан түсініксіз болу жағдайдан қашу керек. Үшінші, бірде-бір кілт сөздер болмай қалған жағдайда, онда ол қателікке ұшырайды екенсіз. Мысалы, қараңызшы, жаңа біз айттық қой, ұлттық кодта Абай шығармалары сөйлейді дедік. Олай болса, ұлттық код деген бізде не болып тұр? Кілт сөзіміз болып тұр. Осы тұрғыда кілт сөзді міндетті түрде біз сұраққа алуымыз қажет болып тұр. Міне, осындай сұрақтарға жауап бере отырып, сіз өзіңіздің ғылыми зерттеуіңіздің өзектілігін тауып аласыз, жаңалығын тауып аласыз, практикалық маңыздылығын қарастырасыз, мақсатын мен міндетін, жұмыстың гипотезасын анықтайсыз. Бұл айтып отырғанымыздың барлығы академиялық мәтіннің құрылымын құрайды екен. Енді, құрметті студенттер, мына нәрсеге мән беріңіздер. Біз айтамыз, тақырыптың өзектілігі қалай талдауымызға болады деген сұрақ. Тақырыптың өзектілігін былай анықтау керек. Бірінші, сіз талдап отырған ғылыми сұрағыңыздың қай аймақта қаралатындығы сол тақырыптың өзектілігі болып табылады. Яғни, ғылыми аймақты тану арқылы ғылыми зерттеудің мақсаты шығады. Осы тұрғыда өзектілікте бүгінгі таңда зерттеп жүрген ғалымдардың жаңалығымен ұштастыра отырып, оның практикалық мәнін тауып аласыз. Демек, сіздің жасап отырған ғылыми зерттеу жұмысың, болмаса сіз талдап отырған ғылыми зерттеу жұмыстың практикада ұштасуы аса маңызды екен. Болмаса жаңағы түрлі қоғамдық салаларда, сот орындарда, болмаса педагогика саласында, болмаса психология саласында, болмаса жаңа журналистика саласында сіз зерттеп отырған тақырыптардың өзі практикада бір бөлшегін көрсете алу қажетті. Міне, осы зерттеу жұмысындағы негізгі қаралатын аймақтағы көтерілетін сұрақтарды талдаудың өзі осы өзектілікке жатады екен. Енді біз айтамыз ылғи, қандай ғылыми жаңалығы бар екен бұл тақырыптың деп жатсақ, сіздің зерттеу жұмысыңызда ғылыми жаңалық аса маңызды бөлігі болып табылады. Осы тұрғыда сіз зерттеп отырған сұрақ жайындағы зерттеулерді қажет ететін жағына баса назар аудара отырып, әлі де зерттеуді қажет етіп, зерттеле қоймаған жағына да мән беріп, жаңа бір методологиялық үлгісін көрсетіп, жаңа бір әдістерін көрсетіп, болмаса жаңа бір методиканы қалыптастырып жатсаңыз, сол жаңағы жаңалыққа негіз болады. Ал енді жаңағы біз айтып отырған практикалық маңыздылығында белгілі бір қоғамдық қатынастардағы сұрақтарға жауап беру керек екен. Жаңа алдында айтып өткендей. Енді жұмыстың басты мақсаты мен міндетін қалай айқындауға болады дейтін болсақ, жаңағы сіз талдауға қойып отырған сұрақтың жауабы екендігін ұмытпаңыз. Осы тұрғыда мақсаттың дұрыс шешілуі, сұраққа тақырыптың дұрыс құрылуы, бір мақсатқа бірнеше міндеттің болуы да абзал екендігі айтылған жөн. Енді жұмысымыздың негізгі гипотезасы қандай деген сұраққа
жауап іздеу барысында, яғни анықталатын сұрақтың нобайы. Естеріңізде бар болса, алғашқы сабағымызда каротинадағы гипотезаны повер сызығы арқылы жоғары қарай барып, мәдениетпенен, яғни мәдениет сызығыменен жуысатын сызықтың шектелетін аймағы осы гипотеза сызығы болып тұр. Себебі сіз зерттеу сұрағына жауап бере отырып, мақсатын айқындап, қойылатын сұраққа кіріспедегі айтылған ойды растау керек. Демек, болжам сұрағы кейде жауапта болады, кейде логикалық тұрғыда ғана болып кетуі мүмкін. Енді жаңағы айтып отырған зерттеудің мақсат мен міндеті айтылып кетті. Осы тұрғыда мынау зерттеудің барысында эмпирикалық, яғни зерттеудің базасы бар. Ол эмпирикалық базада негізгі фактілер, сіздердің ғылыми зерттеп жатқан жаңағы гипотезаларыңыз, сіздің жасаған бақылауыңыз, сіздің шығарып отырған қорытындыңыз, болмаса сіз құрастырып отырған модельдің барлығы осы ғылыми зерттеудің негізгі материалына болып табылады, және сол материалдардың барлығы сіздің базаңыз болып табылады. Енді жаңағы айтып отырған эмпирикалық базаның өзі екі түрлі ақпараттық база. Екінші, эмпирикалық базадағы қолданылатын архивтік материалдардың барлығы жатса, ал енді сол сіз зерттейтін, қарастыратын библиографиялық көрсеткіштер, солардың әдебиеттері, сілтемелер, газет, журналдардың барлығы ақпараттық базаға келіп саяды. Міне, бұл материалдардың барлығы осы біздер айтып отырған академиялық мәтінді құрудың құрылымын береді екен. Осы тұрғыда сіздерге рахмет айта отырып, алдымыздағы сабақтарымызда берілетін тапсырмаларды орындау барысында сіздер талдап отырған сұрақтарды, сіздер талдап отырған материалдарды пысықтауға, құрастыруға, жазуға негіз болатындығын айтқымыз келеді. Алдымыздағы сабақтарда кездескенше, қош, сау болыңыздар.